Эй, бала! Алдыңа қара, басыңды ұрасың, бақырып жылайсың. Не, ағашсың ба, ақынсың ба? Алдымен үлкенге сәлем беруді ұмытпа. Сен үлкенсің бе? Үлкен болғанда қандай. Біріншіден, бойым үлкен. Сендей 20 бала бір-бірінің иығына шықса, маған зорға теңдесет. Түйе де бойына сеніп жылдан құрғалған. Ендеше, жасым үлкен. Мен сенің атаңның, атасының құрдасымын. 300 жыл жасаған еменмін. Онда кешіріңіз, сәлем бердік, ағаш ата. Сәлеміңді алдым, балам. Өркенің өссін. Қайда жол тарттың? Достар іздеп барам, ата. Жөн екен. Досы көпті жау алмайды. Оқуы көпті дау алмайды. Жаңа достар тапқаның дұрыс, қарағым. Қашқынбек, сен қазір сабаққа дайындалмайсың ба? Дайындалып не керек? Бәрібір мектептен қашып кетемін. Қашқынбек, қанша рет қаштың кеп, 2 деген бағаны дорбаңа бастың кеп. Кетшей, ақ дейін, сенде аяққа оратылмай. Мен аяқта емес, бас жақта тұрмын. Мынау әбден састы. Аяқпенен басты айырылмай қалып, Қашқынбекті қара басты. Қашқынбек, жаттығуға барып жүрсің бе? Одан да қашып кеткенмін. Сен де қашып кет. Жаныңды қинап қайтесің. Жоқ, сабақтан да, жұмыстан да, жаттығудан да қашуға болмайды. Сен қайда барасың? Түрлі халықтардың тарихымен танысуға барам. Ой, соған басыңды ауыртқанша менімен бірге қашып кетпейсің бе? Мен сенімен дос бола алмайым. Қашқынбектің досы жоқ, көңілінің хошы жоқ. Мен саған кет дедім ғой, аяққа оратылмай. Қашқынбек тағы қашпай ма? Апайды көрсе саспай ма? Қарасаңшы көзіңе, аяқ қайда, бас қайда? Жылайын десе жасы жоқ, ұрайын десе тасы жоқ. Таза жерден тас іздеп, Қашқынбектің басы жоқ. Ей, Қашқынбек, сыбағаңды алдың ба? Ақ тиынға мазақ болмай сабақта отырғаның дұрыс еді. Корей үйіне қош келдің, досым. Менің атым Су-а. Төрге шық. Мына жер жылы екен, Су-а. Бұл жерді корей тілінде ондөл дейді. Ондөл деген қызық сөз екен. Ондөл деген осындай, жылуы мол, досыңдай. Иә, ондөлдің жылуы баршамызға жетеді. Су-а, корейлердің ондөлді қашаннан бері жасайтынын айтшы. Біздің дәуірімізге дейінгі 1-ші ғасырда ондөл болған. Оны 3 патшалық уақыты дейді. 3 патшалық дәуірі ондөл пештің дәуірі. Корей халқының атамекені қиыр шығыста болған. Бұл жақтың қысы кәдімгідей суық. Сондықтан корейлер де өздерінің тұрғын үйлерін жылы ұстауға тырысқан. Бұл үшін олар ондөл атты жүйе жасауды ойлап тапты. Ол пештің түтіні мен жылуын еден арқылы айналдырып шығады.
Демек, ыстық ауа бірден далаға ұшып кетпей, бөлменің астыңғы жағын аралайды. Соның арқасында үйдің едені түгел жылтылады. Ондөл табанды қыздырып қоймайды. Ертеде корейлер осы жылы еденде ұйықтайтын болған. Осылайша, оның қызуы бүкіл отбасымен қонақтарға жетеді. Суа, сіздердің корейлер табиғатынан жылуды сақтай білген халық екен. Табиғаттың жылуын сақтаумен бірге ұлттық ойындарын ұмытпаған. Оны кімдер ойнайды? Үлкендер де, балалар да ойнай береді. Ойнайсың, ойнайсың, ойынға бір тоймайсың. Бізде бұл тақпақты басқаша айтады. Қалай айтады, Суа? Ойнайсың, ойнайсың, ойнайсың да ойлайсың. Ойнайсың, ойнайсың, ойнайсың да ойлайсың. Бір ойынды көруге бола ма? Көруге де, тіпті ойнауға да болады. Ол ойынның аты ют. Ют ойыны үшін тақта жасалады. Сол сияқты шеберлер ағаштың бұтағынан ойып дойбының тастарын жасайды. Ағаш тақтаның беті жақсылап тегістелген соң, оған 4 бағыттағы шаршылар боялады. Бұл ойынды бірнеше бала ойнау керек. Әр ойыншыда 4 дойбы тасы болады. Ойыншылар кезекпен өздерінің қолындағы 4 тасты үйіреді. Үйіріліп түскендердің бірі ғана тас жалпақ жағымен тұрса, ол торай аталып, бір жүріс жасайды. 2 тас жалпақ түссе, ол ит 2 жүріс жасайды. 3-еуі солай түссе, піл аталып, 3 жүріс жасайды. 4-еуі бірдей жалпағымен жоғары қараса, бұл сиыр 5 қатарға жүріс алады. Егер ешқайсысы жалпақ жағымен емес, бәрі дөңгелек қырымен тұрса, онда жылқы дейді. Жылқы 4 рет жүреді. Осылайша әркім өз кезегімен жүріс жасап отырады. Ақырында әрбір үйірген сайын ең көп жүрген ойыншы межеге басқалардан бұрын жетіп, сол ұтады. Сенің қарның ашқан шығар? Жоқ, Суа, аш емеспін. Бәрібір, корейлер де қазақ сияқты қонақ жай халық. Сен міндетті түрде ұлттық тағамнан ауыз тиесің. Тамақ берсе жейсің, рахмет сізге дейсің. Иә, қазақтар да дәмнен үлкен еместің демей ме? Сол сияқты дастарханды аттама дейді. Дастарханды аттама, салт дәстүрді таптама, барлық асты ішіп ал, рахмет айтып мақтада. Қарным ашпаса да ұлттық тағамның қалай жасалатынын білгім келеді. Корей дастарханы көкөністерге, теңізден ауланатын өнімдерге, құс пен мал еттеріне өте бай. Оның бәрін арнайы тұздықтармен ұсынады. Барлық тамақты еске сақтау қиын. Маған ең дәмдісін түсіндірші. Бәрі де дәмді ғой. Жарайды. Куксуды қалай жасайтынын айтып берейін. Куксу үшін күріш ұнын жақсылап илейді. Иленген қамырды қажетінше жайып, одан ұзынша жұмыр етіп кеспе жасайды. Оны 10 минут қайнатады. Піскен кеспені езіліп кетпей тұрғанда сүзгімен қазаннан сүзіп алады. Дереу суық сумен шайқайды. Сүзгішпен суын құрғатады. Осы кезде келесі табада ұзыншақ туралған ет пен пиязды майға қуырады. Оған бұрыш, жуа қосып, соя тұздығына бұқтырады. Соя тұздығын корейлер үнемі пайдаланады. Бұдан кейін бірнеше жұмыртқаны ыстық май құйып араластырып, оны шелпек етіп табаға пісіреді. Осы шелпекті де ұзыншақ етіп кеседі. Жуылған шалқан мен орам жапырақты ұзыншақтап турайды. Манағы күріш кеспенің үстіне осы шалқан мен орам жапырақ салаты салынады. Оның үстіне бұқтырылған ет пен қуырылған жұмыртқаның кесінділерін салады. Ақыр аяғында бетіне ыстық сорпа құяды. Міне осындай аспаздық шеберліктің арқасында куксу әзір болды. Қалай, ұнады ма? Өте дәмді тамақ екен. Біздің ұлтымыздың дәстүрі мен дастарханы осындай. Дастарханым мол екен, түрлі дәмге толы екен. Корей үйі біздегі нағыз достық жол екен. Бәрі көңілімнен шықты, Суа. Корей ұлтымен толық таныстым. Тағы да келіп тұр, екеуміз дос болдық қой. Енді хабарласып тұрам. Сау бол, Суа.